Капиталистік солтүстік, құл иеленушілік оңтүстікті жеңуі ақштың қарқынды дамуына жол ашты. Бұл қазба байлықтарынан көмір, темір және де басқа кендердің, мұнай мен алтынның айтарлықтай қорларының болуы өнеркәсіптік саланың дамуына зор мүмкіндіктер берді. Америка құрама штаттарының индустриалдық елге айналуы өндірістің шоғырлануы мен капиталдың орталықтандырылуымен бірге жүрді. Бұл үдеріс азамат соғысынан кейін басталды. 70-ші жылдардың соңында капиталистердің алғашқы ассоциациясы қалыптасты. Ал 90-шы жылдары трестер пайда болды. Шоғырландыру экономиканың барлық салаларында, өнеркәсіпте, темір жол көлігінде, банк және ауыл шаруашылығында орын алды. 1900 жылы темір жолдардың жартысынан көбі Морган, Вандербильт, Харриман сияқты компанияларының қолында болды. Металлургия саласында Карнеги және Морган болат балқыту трестері әлемге танымал болды. Сол заманның ең үлкен трестері Ford, General Motors және Chrysler автомобиль өндірісінің 80% үлесіне ие болды. Сонымен қатар 20 ғасырдың басында елдің саяси және экономикалық өміріне банктердің ықпалы зор болды. Алғашқы қаржы магнаттары пайда болды. Олардың бірі Морган әулетінің өкілі Джон Пирпонт Морган болды. Рокфеллер мұнай компаниясы Standard Oil Company 1870 жылы құрылды. Небәрі 9 жылдың ішінде бұл компания мұнай саласында монополиялық жағдайға ие болды. Ол мұнай өндірудің 90%-ын өз қолында ұстады. Моргандар, Рокфеллерлер, Вандербильттер ақштың қаржы олигархиясын құрады. Ғасыр басында ақштың 445 тресті өнеркәсіп өнімдерінің 4/3 бөлігін шығарды. Осылайша американ капитализмі империализмге айналды. 16 ғасырдың аяғында Жапонияда билікке сегунат деп аталатын билеу жүйесін енгізген Токугава әулеті келді. Токугава дәуірінің ерекшелігінің бірі 19 ғасырдың аяғында билеуші шенеуніктерге айналған самурайлар атты әскери таптың болуы. Әрбір самурай даймёдан жыл сайын жалақы алуға құқылы болды. Бұл самурайлардың ауыл тұрғындарының мазасын алатын бұзақы бандиттерге айналып кетпеу үшін жасалатын шара болды. Біз самурайларды әдетте қожайынына адал қызмет ететін намысшыл жауынгер ретінде елестетеміз. Бірақ шын мәнінде самурайлар еш жұмыс жасамайтын, шаруаларды қанайтын маскүнемдер болды. Корольдер сияқты сегундар да жергілікті жерлерде ресурстарға ие, өздері әскер жасақтай алатын даймелерді бағынышты қылып ұстай алмады. Әсіресе салық жинау ісінде даймелердің еркіндігі байқалды. Токугава әулетінің билігі әлсіреп жатқанда Жапонияны екі оқиға дүр сілкіндірді. Біріншісі Азияның алпауыты Қытайдың Апеннин соғысында жеңілуі, екіншісі Мэтью Перридің келуі. Токугава сегунаты шетелдіктерге деген қатал саясатымен ерекшеленді. Әсіресе христиан дінін таратушы миссионерлерді ерекше жаратпады. Токугава христиан діні елдегі тұрақтылыққа қауіп-қатер туғызады деп ойлады. Және Мэтью Перриге қарап, оның мазасыздануының реті болды. Сонымен 1853 жылы американдық командор Жапон нарығын американ капиталистеріне ашу үшін әскери кемелермен Жапон жағалауына келіп тұрды. Бұмен жұмыс жасайтын жаңа кемелер Жапон флотына сес көрсетуі сегунаттың әділетсіз сауда шартына қол қоюына жеткілікті болды. Достар, бейнероликтердің жиі шығып тұруы үшін каналға лайк басып жазылуды ұмытпаңыз. Және де коронавирустан аман сау болыңыз.